Саламатсыңдар ма балалар? Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы су иесі Сүлеймен. Осы тақырыпқа негізделген оқу мақсатымен таныс болыңыздар. Тыңдалған мәтін мазмұны бойынша жалпы және нақты сұрақтарға жауап беру. Сөйлемдегі есімдіктің қызметін түсіну. Есімдікті зат есім, сын есімнің орнына қолдану. Аталған оқу мақсатына орай мынадай бағалау критерийлері мен дескриптерлерді ұсынамын. Оқушылар есімдікті еске түсіру мақсатында экранға ұяшықтар ұсынылатын болады. Сол ұяшықтағы сөйлемдерге назар аудару нәтижесінде есімдіктің түрлерін ажырататын боламыз. Ал ендеше кеттік. Мен оған шығармашылығыммен таныспын. Қалай ойлайсыңдар? Бұл қай есімдік? Мен оған шығармашылығыммен таныспын. Жіктеу есімдігі дұрыс. Сен мені ана жерде күт. Ал бұл қай есімдік деп ойлайсыңдар? Әрине, ана жерде деп сілтеп тұр, я? Сілтеу есімдігі. Сендер неге кешіктіңдер? Бұл қай есімдік деп ойлайсыңдар? Сұрап тұр, я? Иә, оқушылар, бұл сұрау есімдігі. Өз үйім, өлең төсегім. Иә, өздік есімдігі. Абай жолын бірнеше рет оқыдым дейді. Дәл неше рет оқығанын айтпай тұр, я? Яғни бұл белгісіздік есімдігі. Ол ешқашан ұмытуға тиісті емес. Ешқашан. Бұл болымсыздық есімдігі. Дұрыс, оқушылар. Барлығы түгел келді дейді. Қайтып тұр бұнда? Барлығы түгел келді, дерлік келді дейді. Бұл жалпылау есімдігі. Тамаша. Ал ендеше бүгінгі негізгі тақырыбымызға көшейік. Су иесі Сүлеймен. Қазақ халқында үйге қонақ келгенде жас баланың қолына құман беріп, мойнына сүлгі асып, ас ішердің алдында қонақтардың қолына су құйғызатын дәстүр бар. Аңыз бойынша бұл дәстүр Сүлеймен пайғамбардан қалған деседі. Дәуіт пайғамбар 30 ұлынан айырылған соң қайғыдан қан жұтады. Ұлық Алла оны жұбату үшін оған тағы бір ұл сыйлайды. Дәуіт ұлды болардың қарсаңында Жәбірейіл періште хабар әкеледі. Ей, Дәуіт, ұлық Алла бір ұл нәсіп етеді. Бірақ шарты сол, ол баланың қызығын 9 жыл ғана көресің. Осыған ризасың ба? Дейді. Дәуіт іштей қынжылса да, не қылса да, Жаббар иемнің әміріне ризамын деп келіседі. Көп ұзамай Дәуіт ұлды болып есімін Сүлеймен қояды. Дәуіт патша болғандықтан оның сарайына күн сайын қаншама адам қонаққа келеді екен. Сол кезде 7 жасар Сүлейменді бір қолына құман, бір қолына сүлгі ұстатып сарайдың алдына қызметке қояды екен. Бала күні бойы кірген шыққан қонақтардың қолына су құйып алғысын алады. Оның адал қызметіне риза болған қонақтар деп 99 тілек айтып бата береді екен. Ал енді құрметті оқушылар, міне жерде сәл кідіріс жасап, көп нүктенің орнына қандай бата білеміз, соны дәптерімізге толтырып жазайық. Батасыз ұл арымас, батасыз ел жарымас дейді, құрметті оқушылар. Бата дегеніміз ол адал ниеттің нышаны ғой. Ал ендеше жалғастырайық. Сүлейменнің бұғанасы бекіп, қабырғасы қатайып, бойы да өсіп, азамат болып ер жетеді. Бір күні Дәуіт ұлық Аллаға: «Уа Алла, маған ұлыңның қызығын 9 жыл ғана көресің деп едің ғой, ол не хикмет?» деп сұрайды. Ұлық Алла: «Рас айтасың, Сүлейменнің пешенесіне 9 жыл ғана ғұмыр жаздым. Бірақ зерек ұлың қонаққа қызмет етуден еш шаршамады. Ақсақалдардың батасын алуға құмар болды. Күн сайын адамдар оған шын жүректен алғыс жаудырып батасын берді. Көптің алғысымен оның ғұмыр жасы ұзарды.
Менің бір есімім халық. Халықтың тілегін қабыл етпеу ұлықтығыма сын болар еді. Бүгіннен бастап Сүлейменге 99 түрлі қасиет берем. Жердегі бүкіл тау-тас, аң-құс 18 мың қаламға патша қыламын деді. Содан бастап Сүлейменге дарымаған керемет қалмапты. Осыған орай Сүлеймен де су қойған, су иесі Сүлеймен деген сөздер ел арасында кеңінен таралыпты. Қазірде қазақ халқы үйге қонақ келгенде жас баланың қолына құман беріп, сүлгі ұстатып, үлкен кісілердің батасын ал деп су құйғызады. Батаменен ер көгерер, жаңбырменен жер көгерер деген тәмсіл сөз Сүлеймен пайғамбардан қалған деседі. Міне оқушылар, неткен керемет оқиға, е? Тамырымызға тәрбиенің нәрін беретін. Қазақта мынандай сөз бар ғой: ақсақалдан бата алған Құдайдың рахметіне жолығар деп. Мына жерде Сүлеймен бір ақсақал емес, қаншама халықтан бата алып, ғұмыр жасы ұзарып тұр ғой. Бота алғанша бата ал дейді мысалы. Қамшының сабындай ғана қысқа ғұмырымызда біреуге жасаған жақсылығымыз үшін одан қарымды күткенше, оның шын пиғылымен тілеген тілегін, батасын қабыл алсақ, ол біздің ғұмырымызға жететін несібе болады. Құрметті оқушылар, жақсылық жасауға жарысайық. Ендеше тапсырмаларға кезек берейік. Бірінші тапсырма: оқылған мәтінге жоспар құрыңдар. Мәтіндегі суреттің орнына қандай баталар қосар едіңдер? Жарайсыңдар, құрметті оқушылар. Ендеше келесі тапсырмаға көшпес бұрын назарларыңызға су жөнінде қызықты ақпаратты ұсынғым келіп отыр. Жалпы 22 наурыз бүкіл дүниежүзілік су күнін атап өтеді. Бұл мереке Біріккен ұлттар ұйымы ассамблеясының шешімімен адамзаттың су ресурстарын қоршаған орта мен қоғамның дамуына маңызды рөл атқаратынын еске алу үшін қабылданған күн болатын. Қазіргі уақытта біздің планетамыздың 70%-ын су басып жатыр. Ал біз сол 70% судың тек қана бір ғана пайызын қолданады екенбіз. Сонымен қатар су ресурстарын пайдалану мәселесі жыл сайын күшейе түсуде. Соңғы 50 жылдың ішінде 507 қақтығыс орын алған екен, соның 21 дау-дамайы соғысқа алып келген екен. Жалпы су дегеніміз мына жер шарындағы ең қарапайым әрі баршаға аян зат. Олай болса, келесі тапсырмамыз осы су жөнінде болмақ. Екінші тапсырма: су туралы мақал-мәтелдер жинақтап, оларға түсініктеме беріңдер. Ал балалар, келесі тақырыпқа көшпес бұрын есімдікті тағы да есімізге түсіру мақсатында ереже дәптерімізді қолымызға алайықшы. Өткен тақырыпта жазып едік қой, есімдіктің сөйлемдегі қызметі деген ережені. Есімдік сөйлемде бастауыш, баяндауыш, толықтауыш, анықтауыш және пысықтауыштық қызметтер атқарады, е? Бастауыш. Мысалы, есімдік сөйлемде атау септікте тұрып, бастауыштың қызметін атқарады. Мысалы, мен далаға шықтым. Баяндауыш. Есімдік жіктеліп немесе заттанып барып баяндауыш болады. Менің айтарым сол. Немесе менің айтарым осы. Толықтауыштық қызмет қалай екен?
есімдік атау мен ілік септіктерінен басқа септіктерде тұрып толықтауыш бола алады. Оны елеген ешкім болмады, немесе оны елеген адам болмады. Ал анықтауыш қызмет қалай атқарады деген? Есімдік ілік септігінде келгенде немесе зат есіммен тіркесіп келіп анықтауыш болады. Мысалы, кейбір адамдар қарсы шықты. Ал пысықтауыштық қызмет есімдік мезгіл мекен мағынасында болып пысықтауыш бола алады. Мысалы, балалар осында келді. Олар әлдеқашан кетіп қалды. Ал ендеше балалар, назарларыңызға тапсырманы ұсынамын. Үшінші тапсырма. 117-118 беттердегі оқылым мәтінін пайдаланып, мәтіннен есімдіктерді тауып жазып, сөйлемдегі қызметін анықтаңдар. Тамаша. Жарайсыңдар, құрметті оқушылар. Осымен бүгінгі біздің сабағымыз аяқталды. Үй тапсырмасына Қазақстанда ауызсу мәселесі шешілген деген тақырыпта келісу, келіспеу эссесін жазып келіңіздер. Сау саламатта болыңыздар.